Құрметті мұғалімдер, сәлеметсіздер ме? Біз қазір сіздерге EduPage'ге өз сабағыңызды қалай енгізесіз, тесттерді қалай жасайсыз, видеоны, презентацияңызды қалай салу туралы айтамыз. Мұқият болыңыздар. Осы четверікке дейін, четверік күні бізге білім инновация қоры видео сабақтарды, уроктарды бірінші аптаныкін дайындап қояды, береді. Сіздерге уже жұма күні түске дейін сол сабақтарды алғашқы, әр сыныпқа алғашқы бірінші сабақтарыңызды келесі апта болатын EduPage'ге салу керек болады. Сол үшін мұқият қарап, қайта қарап, қайталап көріп алыңыздар, өйткені жұма күні біз директормен және мен дайындықтарды толықтай тексеретін боламыз. Ол үшін сабақты салу үшін сіз бірінші EduPage'іңізге кіресіз, компьютермен кіресіз, міндетті түрде, өйткені телефонмен ыңғайсыз болуы мүмкін. Сосын мына жерде сабақ беретін сыныптарыңыздың тізімі шығады, мына жерде жоғары жақта. Соның ішіне бассаңыз, мына менің сабақ беретін сыныбым. Мен 11-ға 11 қазақ тілінен қазір сабақ дайындап көрейін. Осы нәрсенің үстіне басасыз, жазып қойған арнайы сіздің планыңыз шығады. Мен планды енгізіңіздер дедім ғой, сол пландарыңыздың тізімі шығады. Бірінші сабағым менде сын есім. Сын есімнің үстіне бастым, міне оң жағымда бос тұр. Сабағым әлі дайын емес мен. Жаңа сабақ дайындауым керек. Ол үшін мына жерде плюс кнопкасын басамыз. Басқан кезде сізге мынандай бет ашылады. Тесттер, үй тапсырмасы, презентация, экзамен деген тақырыптар шығады. Бізге керегі презентация, яғни сабағымызды жасақтауымыз керек. Презентацияға басып кіреміз. Кірген жағдайда міне бос бет шығады және жасылмен сол жағымызда создать новый план деп тұрады. Соны басып кірсеңіз, сізге міне сабағыңыздың қаңқасы шығады, қалай дайындау керек екені. Бұл жерде не істейміз? Бірінші, мына жердегі нелерді, мынау кәдімгі PowerPoint қолданғандарыңыз болса, ішінде осындай нелер бар, соларды алып тастап отырасыз. Алып тастауға болады, өшіріп тастауға. Мысалы, біз өшіріп тастаймыз, керек емес. Біз үлкен тақырыпқа не жазамыз? Сабағымызды жазамыз. Сын есім, жаңа сабағымыз. Енді алғашқы сабақ болғаннан кейін тек жаңа сабағымыз жазылады. Келесі сабақтарыңызды уже үй жұмысымен бастайсыздар. Осы жерде. Ол өздеріңіз нелеріңізде. Енді сын есім. Жасадық, бізге сын есім тақырыпқа бірінші видео жіберейік. Ол үшін сіз видео урок, видео сабақ деп тақырыпты қоямыз. Және мынандай астарында видео салып қоятын тұстар болады. Бұларды бағанағыдай өшіріп тастаймыз. Керек емес негізі, жалпы қолданған кезде, өйткені видеомыз общий үлкен болып көрініп тұрған жақсы. Өшірдік, мына видеомызды біз мына жерде видео салу үшін мына жерде плюс деген кнопка шығады. Соны бассаңыз, сізге әртүрлі варианттар шығады. Тест жасау, сортировка, немесе сабақ ашық сұрақтар, жабық сұрақтар, сәйкестендіру деген, файл жүктеу, картинка жүктеу, таблица, әртүрлі нәрсе шығады. Бізге керек видео. Мына жерде видео деп тұрады. Видеоға бассаңыздар, сіздерге мына видео жүктейтін үлкен бір бет ашылады. Және мына ортасында источник дегенді басып, өзі видеомызды жүктейміз. Источникті басқан кезде мынандай жаңа бет ашылады. Сіздің видеоны YouTube-тан ссылкасын алу. Яғни бізге білім инновация қоры ссылка жібереді әр пән бойынша, мынау сабақтарыңыз деп, сол жерден сол ссылканы алып, мына жерге көшіріп қоямыз. Сол үшін YouTube-ты аштым. Мына мен өзімнің салғым келетін сабағымның ссылкасын аламын да, копировать етіп, мына жерге салып қоямын. Сөйтемді, окей. Окей басқан кезде, мына менің видеом автоматты түрде шықты. Мына жерде, мына видео ретінде, уже сын есіміне байланысты видео шықты. Бұл кетті, видеом дайын. Енді мына жерде басқа не істеуім керек? Видеом дайын болды. Енді видео сабағым болғаннан кейін, может, сіздің өзіңіздің презентацияңыз бар. Осы тақырыпқа байланысты. Дәл осыған презентация дейсіз. Сосын астындағыларды, жеке болып тұрғандардың бәрін өшіріп тастасаңыз жақсы болады. Себебі презентацияңыз үлкен болып шығады сол уақытта. Балаға көрінетін дәрежеде шығады. Санаңыздан өшіріп тастадым. Мына жерде, міне, жасаған кезде файл. Мына жерде сізде файл жүктеу шығады. Соны бассаңыз, міне, файлды компьютеріңізден жүктей аласыз. Добавить файл дейміз. Менің компьютерімдегі файлдарды аша бастады. Мен мысалы қандай файл, міне презентациямды сақтап қойдым, салдым. Егер оқушы видеоны көріп, тағы жеткіліксіз мәліметтер болса, менен презентациядан мәліметтерді көре алады. Презентациямды салдым. Енді одан кейін біз жаңа сабағымызды өттік қой. Енді кәдімгі күнделікті сабақ өткен кезде артынан біз жаттығулар жасаймыз. Упражнениялар жасаймыз, тест тапсырма береміз. Бұл жерде EduPage'бен қолданып жатқаннан кейін сіздер міндетті түрде артынша балалардың түсінбеген білу үшін как минимум бір 3
5 сұрақ көлемінде тест тапсырмалар берулеріңіз керек осы жаңа тақырыпқа байланысты. Ол үшін мына жерге міне видео кетті, презентациям кетті. Енді сабаққа байланысты тест тапсырмалары дедім. Керек емес, мынаны да бізге жалпы бүйтіп өшіріп тастап, жаңадан өзіміз қоссақ жақсы болады. Міне плюсті бастық. Тест тапсырмалар қалай жасаймыз? Міне тест тапсырмалар түрлері бар. Вариантты тест тапсырмалар бар, сортировка түрі бар, открытый вопрос бар, там сәйкестендіру бар. Өзіңіз білесіз қалай жасаңыз келеді. Біз ең оңайынан тест кәдімгі 5 вариант, 4 варианттық тесттен жасап көрейік. Оның үстіне басасыз, басқан кезде сізге тест тапсырмаңыздың несі шығады. Тесттерінің тізімі шығады. Мені қараңыз. Енді менің тапсырмам, бірінші сұрағым, сын есімнің сұрақтары дедім. Варианттар, мені қазір жасылмен тұрған дұрыс вариант деген сөз. Оны әр жерге правильный вариант деп өзгертсеңіз де болады. Мысалы, кім бірінші сұрақ? Екінші вариант не болсын? Үшінші вариантымыз дұрыс вариант қандай болсын? Және төртінші вариант. Тізімдерде варианттарды азайтсаңыз да, көбейтсеңіз де болады өз еркіңізде. Біз 3 вариант қыласылайық, соңғысын өшіре салайық. 3 вариантпен кетті. Бір сұрағымыз кетті. Керек болса, тағы екінші сұрақ қосамыз. Міне тағы да ABCD тест тапсырмасы. Сұрағымыздың тақырыбы несі? Сын есімді табыңыз. Дейсіз де, осылай сұрақтарын мына жерге варианттарды жазып, өзіңіз белгілеп қоя бересіз. Мысалы, жақсы дейік, екінші варианты азамат дейік та, қалған екі вариант біз керек емес деп өшіре салсақ болады. Мысалы, жақсы және азамат дейік. Екінші вариантымыз сақтасақ, азамат. Все, болды. Тест тапсырмамыз дайын. Міне, енді қараңыз, сізде видео дайын. Видео дайын болды. Видео сабағыңыз. Видео сабақ урок дайын. Оны жүктедік. Презентациямызды салдық. Енді соған байланысты тест тапсырманы жасадық. Все, болды. Мына жерде енді готово деп бассаңыз, сохранить етіп, мынандай жаңа бет ашылады. Бұл жерде, мына жерде жоғары жақта тұр міне. Алдын ала просмотр бар. Сіз оқушы ретінде қалай көріну керек екенін, қалай көрінетінін білу үшін осыны басып қарайсыз. Міне, оқушылар былай көреді. Мынандай тақырып шығады бірінші бет. Келесі слайдқа ауыстырады. Видео сабақ. Видеоны көреді. Одан кейін презентация. Сіз жіберген презентацияны ашып қарайды. Потом тест тапсырма жасайды. Тест тапсырмасы сын есімнің сұрақтары белгілейді. Келесі екінші тапсырмаға өтеді. Сын есім табыңыз жақсы дейді. Все. Сонымен уже оқушы өзінің несін сабақты қалай жасағанын көретін болады. Мына жерде один деп тұрады, потом бір слайдтан көрген жақсы болады. Бұл мына жерде алдын ала көру деген сөз. Және ең соңғы несі бар, назначить деген бар, соны обязательно істеу керек болады. Оған басып кірсеңіз, мынандай бет ашылады. Ол үшін мына жерге сабағыңыздың аты жазасыз, сын есім. Бұл бекіту үшін. Сын есім деп сабағымызды жазамыз. Одан кейін создать новый деп жаңа нәрсе создать етеміз. Қай класстарға? Міне менде тізімде тұрады оқушы. 11-лерге, 11А, 11Б, екеуіне бірдей 48 оқушы бар бәріне. Енді мына жерде міне уақыты, өте маңызды, осы жерде уақытын қою керексіз. Мына жерге птичка бассаңыз, уақыт ашылады. Менің мысалы 11А, 11Б-ға сабағым бірінші күні басталады, яғни 6 апрель. Қай уақыттан көре алады? Сағат, общий уақыт қоямыз. Барлық мұғалімдер осы жерден общий уақыт қою керек болады. 08:00 6 күні 08:00 бастайды, сағат 8-де таңғы, және 16:00-ге дейін. Өйткені оқушылар 8 бен 1-дің арасында сабақ көреді, көре алмағандарды сағат 1-де мұғалім сынып жетекші ескертеді, сосын олар 4-ге дейін қайтадан көру мүмкіндігі болады. Дәл осылай датасын обязательно жазуымыз қажет. Өйткені алдын ала сіз салып қоясыз, егер оқушы алдын ала көріп қояды, көріп қоймау үшін осылай қоясыз, сонда оқушыларға мынау сабағыңыз сізге тек қана 6 күні сағат 8-де ашылады, сағат түстен кейін 4-те уже бұл сабағыңыз жабылады. Осының бәрін белгілеп біткеннен кейін, мына жерден готово деп белгілейсіз, басасыз осы белгіні. Және бұны сохранить етеді. EduPage өзіне. Сохранить еткеннен кейін болды, сізде міне сабағыңыз ашық тұр. Мен өзімнің сабағым міне
шықты жаңағы жасаған сабағым. Осы жерден оқушылардың кімнің қанша бала алған, қай оқушылардың көріп көрмеген барлығын осы жерден көре аламын. Даже мына жерден удалить етіп те тастай аламын. Қайтып сабағымыздың бекітілмеген көру үшін қайтып сабақтың ішіне кіріп қарасаңыздар болады. Мына сын есім деп презентация жасаған. Сын есімнің үстіне бастап бізге өзіміздің бағана жасаған сабағымыздың тізімі шығатын болады. Міне тақырыптың ішінде сын есім деген менің сабағым дайын тұр. 48 оқушы көру керек, әлі ешқайсысы көрмеген, потому что сабақ пока что жабық. Дәл осылай алғашқы аптаның әр сыныпқа бірінші сабақтарыңызды жүктеп бітірулер керек болады. Қазірден бір үйреніп, өздеріңіз бір пробный сабақтар жасап көріңіздер, сосын түсінбегендеріңіз болса менен міндетті түрде сұраңыздар. Назарларыңызға рахмет.